Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен қаламқас медовик тортын жасайтын боламын. Сіздер де видеоны соңына дейін қарап, комментарий жазып, лайк басып кетулеріңізді сұранамын. Алдымен ыдысымызға әселімізді, сармайымызды салып, жай отқа, орташа отқа салып, араластырып тұрыңыздар. Қатты отқа қойып қоймаңыздар. Сармаймыз бен әселіміз еріді. Ерген кезде бізге ас содасы қажет болады. Бір чайный ложка ас содасын салып, реакция жүреді, үздіксіз қозғап тұрыңыздар. Реакциясы басылғаннан кейін мен қып-қызыл түске енгенше қызартып, қозғап тұрдым міне. Енді бұны суытуға қойып қоямыз. Сосын ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып сабаламыз. Әркім әртүрлі қып жасайды. Үлкенде, бұдан да үлкен істеймін десеңіздер 4 жұмыртқа қосыңыздар. Или осы 3 жұмыртқамен де үлкен торт болып шығады. Сосын қантымызды салып, миксерсіз венчиктің көмегімен істей берсеңіздер болады. Миксер қатты қажет емес. Венчиктің көмегімен де істесеңіздер өте әдемі болады. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырып алды. Бағанағы балды массамызды жаймендеп, аз-аздап құйып шығыңыздар. Жұмыртқамыз пісіп қалмау үшін. Жақсылап үздіксіз қозғап тұрасыздар бұны да. Менікі қоңыр түске енді. Аз-аздан қозғап, барлығын құйып, жақсылап араластырып аласыздар. Сосын ұнымызды саламыз. Описанияға жазып қойғанмын. Описаниядан көріп, қанша грамм екенін, қанша ұн екенін көріп жасасаңыздар болады. Сосын венчиктің көмегімен бірінші ұнымызды жақсылап бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Сосын екінші ұнымызды да електен өткізгіштен өткізіп, бәрін бірден сап жүрмеңіздер. Өйстіп мен сияқты 3 бөлікке бөліп сасаңыздар болады. Сосын тағы ұн қобсытқышымыз, разрыхителімізді салып, қолдың көмегімен мен жұмсақ етіп қамыр илеп алдым. Сосын тоңазытқышқа қойып қойдым жарты сағатқа. Жарты сағаттан тоңазытқышқа қалған соң жұмсақ қамыр болады. Ұнның көмегімен қолыңызды ұнға салып 3 бөлікке бөліп аламыз. 3 бөлікке, 4 бөлікке өздеріңіз қалауыңызбен бөлшектерге бөліп алсаңыздар болады. Осы 3 бөлшекке бөліп алдым. Сосын қағазымыз, пергаментін қағазымыздың үстіне мен салып, оқтаудың көмегімен жайдым. Оқтаудың көмегімен дөңгелек етіп жайып, сосын әртүрлі диаметрмен өздеріңіз піскен кезде де кессеңіздер болады. Мен піспей жатып, өйстіп қамырымды шайып боласап, кескіш размермен кесіп ала салдым. Сосын вилкамен кішкене шұқып сап алыңыздар. Міне қып-қызыл жұмсақ болып піседі. Пышақтың кішкене көмегімен жай кесіп алсаңыздар болады. Бірінші піскенде сәл қаттылау болады, сосын жұмсақ болады. Бір тегіс қып-қызыл болып пісті. Сосын мен кремін жасайтын боламын. Әркім әртүрлі істейді. Мен сүтпен жасадым кремін. Жарты литр сүтімізге бір жұмыртқамызды саламыз. Бір жұмыртқаны салып, мен кукурузный крахмал қостым. Әркім әртүрлі қылып жасаса болады. 3 қасық кукурузный крахмал саласыздар. Кукурузный крахмал салып, сосын қантымызды салып, орташа отта үздіксіз қозғап тұрыңыздар. Немесе асты жабысып қалады. Үздіксіз қозғаңыздар. 10-15 минутта креміміз дайын болады. Міне уже түсі өзгеріп бастады. Міне дайын болды креміміз. Өте оңай, әрі дәмі де ерекше болады. Бағанағы шетіндегі нелерін, корждың шеттерін мен оқтаудың көмегімен үгітіп алдым. Оқтаудың көмегімен бір тегіс етіп үгітіп алдым. Енді бағанағы корждарымызды жинайтын боламыз.
бағана 3 бөлік коржымызды жинайтын боламыз. Қараңыздаршы, қып-қызыл әрі әдемі болып бір тегіс етіп пісіп шықты. Енді бұны жинайтын боламыз. Ыстықтай кремін жақсаңыздар, өте сочный болады креміміз. 3-4 қасықтан салыңыздар шөміштен. Орташа шөмішпен 3-4 шөміш салдым мен. Бір тегіс етіп жағып шығыңыздар. Шет-шеті қалып кетпесін. Енді екінші коржымызды қойып, бұны да жайлап қатты баспаңыздар, өзі бір-біріне бірігіп кетеді. Бұны да екінші қамырымызды да кремін жағып, үшінші қамырын қойып, коржымызды. Кремін жағып, сосын бағанағы ұнтағымызды себіп, 3-4 сағатқа қойып қойыңыздар бетін жауып. Өзімен өз тұрып, сіңіп, әрі жұмсақ болып піседі. Дайын уже медовигіміз. Жұп жұмсақ, нәп-нәзік, аузыңызға салсаңыз еритін медовик тортымыз дайын болды.